Үйіңді жайнататын да әйел, сорыңды қайнататын да әйел. Жоғыңды бар қылатын да әйел, барыңа зар қылатын да әйел. Армысыздар, эфирде әйелдер айхабары. Студияда Қырмызы және мен Мөлдір. Қай жерде мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелде. Шын мықты десең егерде, әйелге барып дәлелде деп Жүрсін Ерман ағамыз бекер айтпаған ау. Иә, әрбір мықты ер азаматтың артында әйел тұрғаны анық. Әйел қазір мықты саясаткер болу керек, әйел үй шаруасын да тындыру керек, отбасындағы кикілжіңді де шешу керек, жұмысты да атқару керек, өзі сұлу болу керек, өзі ағайын туғанның да ары-бері ортасын жағап жүру керек. Әйелдің тіршілігі өте көп. Дұрыс айтасың, Мөлдір. Десек те сен айтып шыққан қасиеттер, бұл сен тек қана аз ғана қасиеттерін айтып шықтың. Әйелдің басындағы көзге көрінбейтін тіршілік қаншама. Дұрыс айтасың. Біз осы бағдарламаның аясында әйелдерге қатысты түрлі сұрақтарға жауап қарастырамыз. Біз сізге ақыл айтпаймыз. Біз болып бірлесе отырып, сан мыңдаған сұрақтардың жауабын қарастырамыз. Іздейміз, табамыз. Ол табыскер, ол ақылды, ол заман талабына сай әйел ғана емес, ол өз өмірімен де күрескен мықты қайсар жан. Ол Айгүл Разақова, авторлық көрпе кәсібінің иесі, сондай-ақ Айналайын қоғамдық бірлестігінің төрайымы. Біз ол туралы авторлық көрпе жайында дайындалған сюжетіміз бар, бірінші соған назар аударайық. Одан кейін Айгүл ханым біздің студиямызда болатын болады. Жалпы ел арасында ұлттық өнерді ұлықтап, оның ұмыт қалмау үшін аянбай еңбек етіп жүрген жандар көп. Солардың бірі бүгінгі кейіпкеріміз Айгүл Разақова жайында болмақ. Ол кісі қыз жасауын, ұлттық киімдерді, ұлттық нақыштағы кәдесыйларды жасап жүргеніне 15 жылға жуықтады. Қолөнерші өз туындыларына деген сұранысты арттыру мақсатында соңғы жылдары өзінің қолынан шыққан дүниелердің барлығын заманауи үлгіде шығара бастады. Мәселен, мына сөредегі ойыншықты қоржын толы асықты алсақ болады. Қазіргі таңда жақыныңа сыйға беретін бұлар таптырмас дүние емес пе? Ұлттық өнерді ұлықтап жүрген кейіпкеріміз бұл істі 2004 жылы қолға алды. Алғашында әлеуметтік жоба ретінде құрылып, онда мектеп оқушылары би және қолөнер үйірмелеріне қабылданды. Кейінірек Айгүл Разақова мемлекеттік жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы арқылы жеңілдетілген несие алып, ас ауылынан шағын цех ашты. Біздің қоғамдық үйім 2004-тен бастап юридически заңды тұлға болып тіркеліп жұмыс жасап келе жатырмыз. Егемендігімізді алғаннан бастап өзімізде үлкен белестерді өзімізде қосқымыз кеп, үлкен жетістіктерге де жетіп келе жатырмыз. Қоғамдық үйім болып басталған кезде біздің осы швейный цехымыз ол тігін үйірмесінен басталды. Кәсіп түбі нәсіп. Кәсіпкердің бастаған ісі өрге домалап, бүгінде ұлттық нақыштағы қолөнер туындыларына көпшіліктің сұранысы артты. Сондықтан кәсіпкер бірнеше адамды жұмысқа қабылдады. Ерекшелігі, мұнда жұмыспен қамтылғандар кәсіби тігіншілер емес, мүмкіндігі шектеулі жандар. Қоғамға осылайша өз пайдасын тигізіп жүрген қолөнерші тігу, құрақ құрау сынды машақаты көп жұмысты көмекшілеріне өзі үйретеді. Сонымен қатар мұнда мектеп оқушыларына да арнайы үйірмелер өткізіледі. Ал ана көрген томпішер бала кезінен анасының жанынан бір елі қалмай қолөнер туындыларын жетік меңгеріп алған оның қызы бүгінде кәсіпкердің сенімді серігіне айналған. Жақында анасы мен қыз екеуі ақылдаса авторлық көрпе жобасын қолға алды. Яғни жоба аясында қыз жасауы мен басқа да салт дәстүрлерге қатысты ұлттық бұйымдар, киіз үйге қажетті құрал жабдықтар және қазақи нақыштағы балалар ойыншығы шығарылады. Бүгінде Жамбылдан шыққан ұлттық пазл, құрақ түріндегі кубик, бибігүл, күнсұлу, нұрсұлу қуыршағы мен қоржын толы асықтар және ләңгілерге балабақшылар тарапынан сұраныс жоғары. Мен өзім осы қолөнер жұмысын өте жақсы көремін. Біз тек қана қолөнермен айналысқанда тек көрпе ғана емес, балаларға ойыншықтар, көйлектер, қазақи нақышта тігеміз. Қазақстанда 3% ойыншық шығарылады. Бізге ең бастысы осы қазақша ұлттық ойындарды алдыға дамыту. Жалпы қыздың жасауы, біздің өзіміздің қазақта той көп қой. Бесік той, тұсаукесер
пәтер той, мынау қызды шығарып салу, қыз ұзату тойы, соларға арналған бұйымдарды тігеміз. Ашылғанымызға көп болмаса да Қазақстанның үздік тауарлар каталогына ендік. Алда жоспарларымыз өте көп. Біздің жұмыстарымыз шетелдік нарыққа шыққан. Біз әлі талай Қазақстанды шет мемлекетке танытатын боламыз. Бүгінде көп әйел азаматтарға үлгі болып жүрген қолөнерші барлық туындыларын ерекше талғаммен және ыждахаттылықпен жасайды. Өйткені ол әрбір қиындыны әдемі қиыстыра отырып, тауарларына ұлттық бояуды ғана қоспай, заманауи үлгіге де сәйкестендіреді. Осылайша тұтынушыларды артыруды мақсат еткен хас шебердің жасаған дүниелері биыл халықаралық экспо көрмесіне де жолдама алды. Айгүл ханым, студияға қош келдіңіз. Мен сізді әлеуметтік желілерден жақсы танимын. Сіздің жасап жатқан дүниелеріңіз барлығы керемет. Айтыңызшы, заман талабына сай болу үшін әйел не істеу керек? Көп жұмыс атқару керек деп ойлаймын. Өйткені ол барлығы еңбекпен келеді дейсіз ғой? Иә, еңбекпен келеді, және де ол отбасына да сай болу керек, бизнесқа да. Өйткені қазіргі ханымдарымыз отбасымен бірге бизнесті бірге ала жүреді ғой. Біреулер жұмысты қалдырып кетеді, үйге кетеді, болмаса үй шаруашылығын алып жұмыста кетеді. Сіз тепе-теңдікті сақтап отырсыз ба? Енді қазірге сай жаңағы өзің айтқандай ханым болу үшін оның бәрін бірдей алып жүру керек. Өзіне қарауды да, отбасында, бизнесті де, және де басқа қоғамдық жұмыстарын да бәрін бірге алып жүруге тырысу керек. Қиын деп есептейсіз бе? Мысалы, қазіргі ханымдар, біздің ортамызда қыздар бар, 2 баланы дүниеге әкелгеннен кейін, оның жұмыс істеуі мүмкін емес, тіпті үйде үй шаруасын атқарып, тағам әзірлеудің өзі қиынға соғып жатады дейсіз ғой. Бар, иә. Жоқ, ондай деп ойламаймын, өйткені сол үшін бізді Алла тағалам әйел қылып жаратқан шығар. Біз 40 жанымыз бар деп, барлығына үлгеруге болады. Ол қиын емес, оның егер де жемісін көрсе, барлық келіншектер заманға сай бәрін алып жүруге дайын болады деп ойлаймын. Ол үшін әйел мықты болу керек пе? Әйелдің артындағы тіреу, отбасы, немесе анасы деген сияқты психологиясы, несі мықты болу керек әйелдің? Әйелдің өзінің жан дүниесі мықты болу керек деп ойлаймын. Өйткені біз енді ер азаматтарымыз ренжімесін, бірақ ол кісілер қанша дегенмен бізге күш бергенмен біз локомотивпіз. Оның бәрін өмірде тарта білуіміз керекпіз. Айгүл ханым, айтыңызшы, табыстың кілті неде? Табыстың кілті ең бірінші әйел азаматына семьялық отбасында шығар бақытты болуы. Қалғанның бәрі табыс өзімен келеді. Семьяда бақытты болса. Отбасында әйел бақытты болса, демек ол жұмысында да, басқада да табысқа жетеді дейсіз. Иә. Ең бірінші біз отбасы үшін жаралғанбыз. Сондықтан болар. Деместен шығармау керек дейсіз ғой. Бір үйде бір ғана көшбасшы болу керек дейді. Сіз сонымен келісесіз бе? Отбасыңызда өзіңізді көшбасшымын деп есептейсіз бе? Лидер деп жатады ғой орыс. Мысалға, сіздің үйіңізде көшбасшы кім? Жарым. Мен болсам, ол кісіге көмекшімін, барлық жағдай жасап беретін. Көшбасшымын деп айта алмаймын, бірақ біз ол кісімен бірге ақылдасып, бірлесіп шешу үшін бір мекеменің заңы сияқты ол кісіге көмек беру керек деп ойлаймын. Дұрыс, бәрекелді, жақсы екен. Ал кейде көп жауапкершілікті өзіңізге алып алғаныңызды сезінесіз бе? Содан кейін шаршайсыз ба? Иә, шаршаймын. Өйткені қанша дегенмен де ер азаматымыз ерке болмай ма? Оның бәрін білдіртпеуіміз керек. Үлкен баламыз сияқты деп те айтып жатамыз. Иә, бір жағынан әйел азаматы ол барлық жақты жабып үлгеру керек. Ер азаматтың бәрін жайғастырып үлгеру керек. Ер азаматты мысалы күйеуің жаман дегенмен жақсы күйеу саған бермейді. Сондықтан барлық жағын келістіріп отыру керек. Көңілің соған тоқ болу керек. Онан кейін көп жұмысты өзіме алдым деп айта алмаймын. Сол жұмыстың бәрін ер азамат тіреу болғандықтан ғана осындай дәрежеге жетуге болады деп ойлаймын. Бәрекелді, тамаша жауап. Айналайын қоғамдық бірлестігінде сіз мүмкіндігі шектеулі жандармен де біраз жұмыс атқардыңыз. Ол сіздің жұмысыңыз болғаннан кейін ба, әлде сіздің жанашырлығыңыз басым болып танытты? Болмаса жүрек қалауыңыз ба?
жүректе қалау емес шығар, ол адамның адамгершілігі деп ойлаймын. Ол көмектесе білу керек, және де өзімізде анализ жасап, кімге көмектесе алатын болсақ, қолымыздың ұшын бере алатын кезде көмектесу керек деп ойлаймын. Ол жалғыз мүмкіндік шектеулі азаматтар ғана қиналып отырған жоқ, кәдімгі сау адамның өзі де мүгедек жандармен теңдей болады, өйткені психологиялық көмек керек болатын шығар. Мүмкіндік шектеулі азаматтарға мен оларға материалдық жағынан емес, өмірге өз орнын табуға ғана көмектесем деп ойлаймын. Бизнес саласында жүрсіз, құлаған сәттеріңіз болды ма? Құлаған сәттерім болады, өйткені мен өзімді доппен салыстырамын. Құдай маған қанша көп қиыншылық беріп жерге ұрса, мен биікке көтерілемін, сондықтан мен қиыншылықтан қорықпаймын. Құлаған кездерді қуанамын, қайта аяққа қайтадан тұруды үйрендім деп ойлаймын соның арқасында. Қайтадан қатаю үшін, қайтадан алға ұмтылу үшін дейсіз. Құрметті қыз-келіншектер, естіп отырған болсаңыздар, құлаған сәттер болса, оған ренжудің ешқандай айыбы жоқ. Ол сізді шыңдау. Керісінше қағып сілкіп тастап үстіңен қайтадан алдыға қарай нық басып, алға қарай қадам басу керек. Сізді біз хабардың барысында күрескер жан деп бекер айтқан жоқпыз. Сіздің естуімізше жаман аурудың дертімен шалдыққансыз, ауырғансыз, оны да жеңе білген жансыз. Айтып берсеңіз, құпия болмаса. Енді ауруды жеңдім деп айта алмаймын, бірақ уақытысында өзімді мұңайып төмен түспеу үшін, қанша дегенмен де ондай ауруды естіген кезде барлық адамзат туған туысқанымда жүрегі ауыратын шығар. Күліп кеткендей де боласыз, ол естіген кезде. Мүмкін сол күні естіген күні ғана сондай болған шығармын, бірақ кейін қанша дегенмен де адам өмір сүру керек, тоқтамау керек. Сондықтан бәрін бірге жүру үшін осы жұмысымды тоқтатпай жұмыс істегеннің арқасында деп ойлаймын. Бір жағынан дәрігерлердің арқасы, осы тірлігімді ары қарай алып кете алғанмын. Тірлігімді түптеп кеттім дейсіз, соның арқасында ауруымды ұмытуға жағдай жасаймын. Ойламауға да тырысамыз. Ойламауға да тырысам, өйткені ауруға жеңілдік берсең, ол сені жеңіп шығады деп ойлаймын. Құлаған жоқсыз? Құлаған жоқ деп ойлаймын, өйткені осы отырғаныма қарағанда. Мен сізді бір идеал әйел деп көремін, осы заман талабына сай шапқылап жүрген, асып-тасып жатқан байлықты есептемеймін, мен байлықты тек байлық деп есептер едім, әйелдің шапқылап жүргенін, ештеңеден тайсалмағанын, еңбекқорлығын байлық деп есептеуге болатын сияқты. Сіздің ұраныңыз, өзіңізге деген ішкі ұраныңыз қандай? Ұраным, шамам келгенше осы өмірде өзіме лайықты ретінде жұмыс атқарып, соған көңілім толу. Өмірімді мәнді қылып өткізу. Кешірімшілсіз бе? Иә. Айгүл ханым, әйелдердің тіршілігі көп қой. Анайға шапқылайсың, бала-шағаға шапқылайсың, жұмысқа шапқылайсың, әдемі де болып жүруің керек дегендей. Талап жоғары, сондықтан да әйелдің 40 жаны бар, сіз өзіңіз айтып өткенде. Үйге келдіңіз, үйдің іші ашылып жатыр, кешкі тамақ тағам әлі дайын емес, сіздің атқаратын жұмысыңыз көп, үйге келгенде де істейтін тағы да тіршіліктеріңіз бар, бала-шаға тағы бар, күйеуіңіз ұзыннан түсіп телевизор көріп жатыр, не істейсіз? Жаны тез-тез үй жинап тастап, маған көмектесіп жіберіп, тамағымызды ішіп демалайық. Көнеді. Тамаша. Оған көнетін ер азаматтың өзі де мықты деген сөз. Айгүл ханым, шындығыңызды айтыңызшы, бойыңызда қорқыныш, үрей деген болады ма сізде? Адам баласы болғандықтан болады бір мезетке. Бірақ қанша дегенмен де күрескерміз ғой. Ары қарай күресіп жеңе білу керек ол қорқыныштың бәрін. Дұрыс айтасыз. Ендеше біздің студиямыздың сыртында Жұлдыз деген ханым, Жұлдыз психолог ханым сізді күтіп отыр. Ендеше мархабат сіз. Қош қылыңыз, үрейіңіз болса, мархабат сөйлесіп қайтыңыз. Мүмкін біздің психологымыз сіздің жан-жараңызды жазуға немесе жеңілдетуге мүмкіндік беретін шығар. Айгүл ханым, бағана сіз сөйлесіп аттыңыз, қырмызымен, мөлдір қыздарымызбен. Сол кезде мен сырттай бақылап тұрдым сізді. Бақылаған кезде мен өзіме бір ойлар келді. Сіз ең алдымен сіз өте керемет әйел екенсіз. Керемет ана екенсіз, керемет жар екенсіз. Өйткені сіздің жаңағы күйеуіңізге деген ілтипатыңыз, оның бәрі сіздің сөзіңізде көрініп тұр. Сонымен қатар аяқ жағына келгенде мына үрей туралы,
қорқыныш туралы кішкене әңгіме болды, иә. Сол жайлы сөйлесейін деп едім, дайынсыз ба? Дайынсыз, иә. Сіз білесіз, мынау атап кеткен жаңағы жаман дерт дедік, иә. Ол негізінде адам өкпеден пайда болады дейді, иә. Өкпелегіштен бір нәрсеге өкпелейді, соны кешіре алмайды. Бірақ та сіз айттыңыз, мен кешірімді адаммын дедіңіз. Вот сол кешірімді деген нәрсеге кішкене тоқтап кетсек, сіз кешірім деген нәрсені қалай түсінесіз өзіңіз? Біреуді кешіру деген нәрсені қалай түсінесіз? Қалай қабылдайсыз сол сөзді? Жаңа айтыңыз ғой, жаңағы дерт өкпеден болады. Өкпелегіштен деп. Мен кешірімді адаммын деп қайталап айта аламын. Бірақ мүмкін мен өзім біреуді ренжітсем, кейін өзімді кешіре алмаймын. Сондықтан шығар. Өйткені ол адамды байқамай кешіріп қатты айтып қоясың ба, сондай сөздерді айтқан кезде ол адам мені кешірсе де, мен оны ешқашан ұмытпаймын. Сондықтан шығар. Адам өз-өзін жақсы көру керек. Керемет. Керемет. Мен өзімде анализ жасап, қанша деген мен де педагогпын, балалармен жұмыс істегендіктен, өзіме де сондай талап қойып, балалармен де жұмыс істегенде біз бірінші қандай қателік жасадың деген сияқты сұрақтарды қою керек қой. Сол сияқты осы сұрақты мен өзіме де қойғам. Сол кезде байқап, адам өз-өзін жақсы көру керек, өзіне де кішкене көңіл бөлу керек деген сияқты. Бірақ қанша дегенмен де біз адам баласымыз ғой, қателігіміз болады, осыны әлі жасала алмай келе жатыр. Қанша дегенмен өзімнің дұрыс екенін біле тұра, соның әлі алғашқы қадамын жасай алмай келе жатыр. Бір жаман ой келсе, бетті сұқсымен жуып жіберсе болады. Ол жақсы көмектеседі. Оны сіз істеп жүрген шығарсыз деген сенімдемін, өйткені мен сізді бақылай отырып, оның бәрін жасап жүрген адамға ұқсайсыз. Екіншіден өте бір жақсы керемет нәрсе бар. Бір жаман ой келе бастағанда, әлде бір қорқыныш, үрей сезім пайда бастаған кезде, мына оң қолмен сол қол бүйтіп салып қалу керек. Салып қалу керек. Міне, сөйтіп бірте-бірте салып қалып жүрген кезде сіздер уже ой өзгере бастайды. Ол немен байланысты? Ол мына адамның ағзасымен байланысты. Адамның санасы, мына біздің ағзамыз бүкіл бұл бір жүйе. Оны бәріміз білеміз уже, иә. Енді қараңыз, мына бүйтіп салып қалған кезде бір кер бір шымырланған сияқты сезінесіз, иә. Сол кезде сіз өзіңізді оятатындай боласыз. Мына бір жаман ойға кетіп баратқан кезде, хоп. Сіздің айтып отқандай, бір жер табу керек дегенде мен табиғат аясына барамын. Керемет. Сол жерден өмірдің тыныштығын тыңдап отырып, қорытындылап алуға болады екен. Сіз айтып отқандай, ондай жерім бар екен. Бар екен ондай жеріңіз, иә? Көріңіз ба, сіз Сіз айтып отқандай, енді көзіме елестетіп отырмын ол өмірімді. Қайсысын мен дұрыс қабылдап жатырмын, қай жерде қанша дегенде жаңағы қолмен шапалақпен ұрған деген сияқты. Мен өзімді жұмысымен оятатын. Сондықтан шығар көп қорқыныштарымды, жеңілген уақыттарымда аяққа тұрғаным сол деп ойлаймын. Рахмет сізге. Рахмет. Айдырхан, біздің психологымызбен сөйлескен, сіздің жүзіңізді жайнатып жіберген сияқты, иә? Бір мезгіл уақытымыз болмағанда ондай ішке үңілгенде жақсы емес пе? Әрине. Үнемі мықты болып көрінгенімізден біз сонда да нәзік жанымыз. Біз әлі біздің қоғамда психологқа жүгінуге әлі үйренбеген. Бірақ ол керек нәрсе. Негізі керек нәрсе. Иә, керек. Айгүл ханым, мен бақылап отырып, қарап отырмын. Меніңше сіз ішкі жан дүниеңізді қазір реттеп алдыңыз, иә? Иә. Бір қалыпқа келтіріп алдыңыз. Енді біздің студиямыздың сыртында Шикабелла сән салонының директоры Азиза ханым сізді күтіп отыр. Енді сіздің ішкі жан дүниеңізге сай сырт келбетіңізді де әдемі қылсам деп отыр. Қалай қарайсыз? Айгүл ханым, сіз әдемісіз, бірақ менің ойымша сізде бір жаңа басшылардың бойында болатын бір суықтық келбет бар ғой, иә? Бар. Сол байқалатын сияқты. Иә. Ендеше өзгеріп көрейік. Сендер маған тосын сыйлаудан тек көп алып келген екенсіңдер. Оны да көрейік, мақұл. Тамаша, ендеше ішке сәт. Жұлдыз ханым, отбасында да табысты, жұмыста да табысты болу үшін
Әйел не істеу керек, соны айтыңызшы бізге. Кеңес беріңізші. Енді бұл сұраққа жауап берудің алдында біз ойлану қажет. Табыстылық деген не? Табыс дегеніміз не? Иә. Біреу үшін табыс деген ол дүниеге балаларды әкелу. Біреу үшін табыс дегеніміз ол балаларды керемет бір деңгейге жеткізіп тәрбиелеу. Біреу үшін табыс деген ақша табу, міндетті түрде ақша табу, иә. Ал тағы да мындай отбасылар болады. Барлығын өз қолында ұстағысы келетін адамдар бар. Мен үйімді өз қолымда ұстаймын. Күйеуім, бала-шағам бәрі мында отыр деп. Міне ол өздерін, иә, оны да табыс деп санауы мүмкін. Сондықтан бұл сұраққа мынандай бір жалпы бір мынандай деп жауап беруінде бір қағида жоқ, сосын оның бір көрсеткіші, нақты бір мынандай көрсеткіші жоқ. Әр адам табысты қалай түсінеді, сол түсінігіне байланысты кете береді. Ақша табуды табысқа қатты айландырып, соған басымдылық беріп отырған сияқты. Әрине. Барлығы ақша үшін жүгіріп жүр, бала-шаға өзі өсіп жатыр, өзі өніп жатыр, өзі оқып жатыр дегендей. Ол табысты сәл сыртқа қоямыз, өкінішті ол, әрине өкінішті. Бірақ біз ақша табудың табысы. Қазір көбінде барлығы күнкөріс қамымен кетті ғой, соны айтып тұр. Ал енді сол ақша табудың табысында. Әйел. Енді қараңыз, әйел ақша табудың артында, мынау негізінде әлеуметтік рөлдерді алатын болсақ, бастапқы ақша табатын еркек. Ер адам үйдегі. Асыраушы да ер кісі деп ойлаймыз. Сосын барып қазіргі заманда біз айтамыз, ер жұмыс істемейді, ер ана, ер мына дейміз, өзіміз қолға аламыз да алға кеттік. Өзіміз жұмыс жасаймыз. Ал бірақ та сол кезде біз сол еріміздің орнына сондай шешім өзіміз қабылдап алдық қой. Біз ерімізге сол мүмкіндік беріп жатырмыз ба? Бақшы мені жаным. Көмектесші маған. Мен кішкене мына жерде қиналып жатыр едім, қалай ойлайсың деп сұраймыз ба? Жоқ. Біз айтамыз, отыр. Мен білем, өзім білем ары қарай қалай істейтін. Өйткені менде бұл нәрсе жақсырақ. Мен көбірек ақша таба аламын дегендейге. Міне сөйтіп біз басынан өзіміздің жаңағы қасымызда жүрген ерттерімізді басып тастайды екенбіз. Сөйтемізде мүмкіндік бермейміз. Өзіміз соны ары қарай апара алмай жүрміз. Қиналып, мен бүйтіп жатырмын, мен сөйтіп жатырмын, ол өзімнен жатыр, ол іште кетті. Сосын бар, бұл еркек айтады. Менен сұрадым ба? Саған керек па? Қайдан білейін, сен өзің керемет алып жүргеннен кейін мен енді саған сондай мүмкіншілік бердім деп. Ол өз жағынан солай сізді қолдау көрсетіп отыр, сол жағынан. Ол солай ойлап отыр. Пожалуйста, Биде диванда ұзынан түсіп телеарна көріп жатқан ер азаматтар бар. Қыз келіншектер де бар, оны орнынан тұрғыза алмайтын. Солар не істеу керек? Айтыңызшы, қазір орнынан ер азамат тұрғызып жүрмесін. Ең алдыменен ол ер азаматына ер азаматы ретінде қарау керек. Барып, жылы сөз айту керек. Ай, қайттан жатсың ба? Тұрсашы, үйтсеші, бүйтсеші деп. Міне, ол кезде де біз уже рольға кіріп жатыр. Анасының роліне, сен ананы істе, сен мынаны істе, көрсетіп жатыр. Ал егерде, жаным ау, отағасау деп, біз әйел затымыз ғой сол. Мен өзгере алмай жатырым, көмектесесің бе деп. Қалай ойлайсың деп, міне кішкене бір майысып, өзімізді бір әйел ретінде сезіну біз өзімізге ондай мүмкіншілік бермей жатырмыз. Міне, қазір егерде сөйтіп көріңіздер, телеарнаның алдында әйелдер отырды, қыз келіншектер отырды, күйеулеріңізді барып бір құшақтап, жылы сөйлеп, өзінің бір точкалары бар ғой, әркім өзінің точкалары. Сол точканы басшы өйткені бәріміз адамбыз. Біздің ең қазіргі кездегі қиыншылық дегеніміз, отбасында сөйлеспейміз. Күйеуімізбен болсын, баламызбен болсын, ал сосын олардан бір нәрсе күтеміз. Олар телепат емес, бізде телепат емес. Сосын біз өзіміз айтамыз, айтпайсың ба, қалай ойлайсың деп. Өзіміздің іштегі нәрсемізді оған айтып жеткізуге, ол үшін шешіп қоямыз. Ол оны дұрыс түсінбейді, ол бүйтеді, ол қазір бүйтіп ойлайды деп, ол үшін шешіп қоямыз. Қалай етуге болады деген сұраққа жауап қоймаймыз, өзімізге ондай сұрақ қоймаймыз. Біз неге сұрақ қоя береміз. Ал шешу жолдары
иә шешу жолдарын қалай етсем бұл өзгереді деген сұраққа кішкене вот соған көңіл бөлсек бізде көп нәрселер бір жағымсыз нәрселер азаяды. Қазақтың әйеліміз, біз мықтымыз деп барлық нәрсені соны арқалап жүруге тырысамыз, әрине ол да мүмкін біздің бір ерекшелігіміз шығар, ұлттық ерекшелігіміз. Еркелетеміз ғой біз ерлеріміз. Жарайды, осы қыздар айтып жатыр қой, арқаға саламыз, бәрін көтеріп аламыз деп. Жарайды, қанша көтеріп алайық, темірден жаралған терминатор болсақ та, бәрібір әйел болғаннан кейін шаршаймыз, үйге барасың, бала шағаңды балабақшадан, бір қолыңда сабақтан алып келатқан балаң бар, үйіңнің тірлігі, үйің шашылып жатады. Азық түлігің тағы бар. Үйге келесің, үйің шашылып жатады, тамағың істелмеген. Осындай сәтте бір бәрін тастап, бір басқа жаққа қашып кеткің келеді. Осындай бір сәттер болады. Не істеу керек осындай жағдайда? Қырмызы ханым. Ең алдыменен біз өзімізге мынандай сұрақ қояйықшы. Қалай мен осы жағдайға жеткіздім деген. Міне. Неге мен қалай жүгірмей жүрмін? Неге мен осындай жағдайға жеттім? Бұл біз жаңағы айтып жатыр, жаңағы бәрін алып жүгіріп келдік, үй шашылып жатыр, тамақ істелінбеген. Айналайына ол бір күнде болып қалған дүние емес қой. Демек, жиналып жатыр ғой. Ол жайлап керек қой. Сол кезде біз ойлану керек шығармыз. Мен осы нәрсе маған осы керек па? Осы нәрсе болмау үшін, осыны азайту үшін мен не істеймін? То есть уже адам өзінің біз өзіміздің күнделікті өмірімізді жоспарлауға кірісуға жеткен қазіргі күнде. Міндетті түрде. Әр сағатымызды жоспарлау өте қиын шығар. Ол шынымен адам өзі бір рамкаға кіргенде ол қиналып қалады кішкене, Ал мысалы міне бір аптасын, міне осы аптада менде мынандай бірнеше нақты бір маңызды жұмыстар бар. Сосын барып, одан кішкене маңыздылығы төменірек жұмыстар бар. Сөйтіп сол бір басымдылықтарды шешіп алса қалды менен. Міне. Сосын барып, соған бағытта уже біз осы аптадағы күнімізді, күнделікті өмірімізді жоспарласақ. Айтарлықта, міне жексенбі күні біз жаңағы бір апта бойы не тамақ ішетінімізді дайындап қойсақ. Болады, дайындап қойсақ болады, жартылай дайындылық дейміз, сонда біз оны сатып алмаймыз, жүгірмейміз, қиналмаймыз, күнде келіп тамақ істегенше кеш болып кетпейді. Міне ертең біз айтамыз, ой, мен фитнесқа бару керек еді, мен там кішкене жөнделу керек еді. Уақыт жоқ деп айтамыз. Былай қарап отырсақ, ертең тұрған кезде үйдің полын бір бет сырт шықсаңыз, ол өз бір фитнес. Керемет фитнес. Шаң сұртып, саяқты жуып, бәрін бүйтіп ертең міне сіз 15 минут жаңағы дене шынықтыруға жасайсыз қой өзіңіз, зарядка жасайсыз. Сол 15 минутыңыздың ішінде соған бүйтіп келтіріп қабылдасаңыз, сіз оны жаңағы рахаттанып істейсіз. Өйткені сіз білесіз, қазір мен аяғыма жасап жатырмын, қазір мен беліме жасап жатырмын. Күйеуіңіз де риза, үйіңіз тап-таза. Өзіңіз де риза дейсіз ғой, Керемет. Ондай әйелден күйеу шығып, іш жаққа кеттіңіз. Қандай әйелден күйеу сөйлеспейтін, ішінден біліп ал дейтін әйелдерден өте көп жаңағы мынандай ер азаматтар қашқақтайды. Сосын мен білемін, менің айтқаным дұрыс деген. Өйткені бәріміз адамбыз ғой. Бізге де біреу сен қалай ойлайсың десе, біз уже күйеуімізге басқаша қарап, мені де, мен де бір адаммын, мен осы менің жаңағы ойымды сұрап жатыр деп көзқарасымыз өзгере бастайды күйеуімізге деген. Ал күйеу мен әйелдің ара қатынасы жөнінен кейін балаларды. Барлық балалар мектепте өйтеді, сөйтеді дейді. Оның барлығы жаңағы отбасындағы қарама-қайшылықтар болып жатады, жанжалдар болып жатады, соған байланысты. Сондықтан біз айтамыз, балам сен өйтпе, қызым бүйтпе емес. Өзім осылай істейін, балам осы қарайды, үйренеді. Өйткені ол оған дағдыланады. Бір норма болады. Бір жақсы сөзде бар ғой өзі. Балаңды тәрбиелеме, ең алдымен өзіңді тәрбиеле. Бар.
Мен соны бірінші естігенде мені таңалған. Баланы мүлдем тәрбиелемей ақ қой дейді. Өзіңді тәрбиеле дейді. Өйткені сенің тәрбиеңді қалай болса да балаң сондай болып шығады. Біз өзімізде солмыз ғой, отбасымызда қалай болдық, соны жайлап алып келіп отырмыз. Міне солай. Сұхбатымыз өте керемет өрбіді. Менің өзіме алатын дүние өте көп болды. Біз әлі талай сұхбаттасамыз деп ойлаймын туысқанымменен. Иә, құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Қазір біздің Айгүл ханым өзгеше, ерекше болып келеді. Біз күтіп отырмыз. Тамаша. Қандай әдем болып кеттіңіз, а? Өзіңіз бұрыннан да әдем еттіңіз, одан ары ажарлана түскендейсіз. Қанекей. Иә. Бір жүріңізші көрейік, а? Нұрлы жүзіңізді. Айгүл ханымға әдемі керемет образ сыйлаған Шикабелла салонының директоры Азиза Рахметбаева ханымға да шапалақ ұрып қояйық. Азиза ханым, қанша уақытыңыз кетті? Жалпы стилін айтып берсеңіз. Работа стилиста преображает людей. Образ нашей героини Одри Хепберн. Поэтому мы сегодня сделали макияж и прическу в стиле Голливуд. Подчеркнули ее прекрасные глаза и шею. Тамаша. Өзіңізге ұнады ма? Иә, ұнады. Және де осының пайынан қыздар сендерге рахмет айтқым келіп отыр. Әйелдің күнделікті қаралас күндерінен бөлек бүгін маған қандай мереке сыйлап отқандарыңызға бір өзімді қалай айтсам болады, сұлу келіншек па, Ханымдай Ал ендеше құрметті телегөрермендер, осымен біздің әйелдер ай хабары аяқталды. Біз хабардың басында да айтқанбыз, біз сіздерге ақыл айтпаймыз, жөн сілтемейміз деп, тек біз боп, сіз боп барлығымыз осы табысқа жетудің, бақытты болудың жолын қарастырамыз дегенбіз. Эфирде амандықпен жүздескенше. Сіздердің де келгендеріңізге үлкен рахмет. Алдағы жұмыс күндеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, барлығын дәл қазір бастауға кеш емес. Ұмытпаңыз. Сау саламатта болыңыз.